Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, тез дайын болатын сүзбелі булочкалар дайындаймыз. Каналымнан басқа да қызықты рецепттер таба аласыздар және әркез жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең бірінші бізге жұмыртқа қажет. Үстіне шекерімізді салып, үстінен ванилинімізді салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Осылай шекеріміз ергенше жақсылап араластырып алғаннан кейін, үстінен бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, үстінен сүзбемізді саламыз. Барлығын жақсылап шаңышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, менің каналымнан басқа да қызықты рецептерді көре аласыздар. Және де каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып отырсаңыздар қуанып қалар едім. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Үстінен қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Басында осылай шамалы шаңышқының көмегімен араластырып аламыз. Кейіннен ұнды қоса отырып, тағы да ұнды осылай бөліп қосыңыздар, себебі қамырыңыз қатты болып қалмасын. Осылай шамалы ғана елеп алғаннан кейін, үстінен тағы да шамалы ұн қосамыз. Ұнның мөлшері 250 граммнан артық немесе кем болуы мүмкін. Сіздің жұмыртқаңыз бен сүзбеңізге байланысты. Ұнды аз-аздан қоса отырып, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын, бірақ жұмыс істеуге ыңғайлы жұмсақ қамыр елеп аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды әзірге пакетке салып, тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге шекер, сары май және де ұн қажет болады. Барлығын жақсылап қолмен араластырып, үгітіп аламыз. Сары май бізде тоңазытқыштан шыққан болуы қажет. Осылай қолмен үгіте отырып, үгілмелі қамыр дайындаймыз. Яғни песочный деп айтады ғой, осындай топырақ сияқты шаш-шаңқы қамыр дайындап аламыз. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп, бөлек-бөлек жұқалау етіп жайып аламыз. Шамалы ғана ұн сеуіп, үстіне қамырымызды қойып, қатты жұқа қылып жібермеңіздер, орташа жұқалықта қамыр жайып аламыз. Шет-шетін осылай біркелкі етіп кесіп аламыз. Тік-төртбұрыш формада жасаймыз. Бетіне салмасын осылай біркелкі етіп салып шығамыз. Қасықтың көмегімен тегістеп жіберсеңіздер болады. Енді қамырымызды орап аламыз. Үстінен жұмыртқамыздың сары уызын жағып, пышақтың көмегімен видеодағыдай қойып отырып, біркелкі етіп кесіп аламыз. Екі қамырымызды дәл осылай жасап аламыз. Пергамент қағаз төселген противнімізге салып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің булочкаларымыз дайын. Өте дәмді, жұмсақ, ауызға салса еритін кереметтей булочкалар болады. Ең бастысы, бұл булочкаларға өте аз уақыт кетеді және өте тез дайын болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Арайлым.